Енді монетарлы саясаттың екінші құралын қарастырайық. Ол міндетті резерв нормасын өзгерту. Міндетті резерв нормасын орталық банк тағайындайды. Мысал үшін, бастапқыда резерв нормасы 10% болды деп есептейік. Алдымызда банктың шоты берілген. Кез келген транзакцияны банк шоты арқылы көрсетеді. Мысал үшін, бір тұлға банкке, коммерциялық банкке депозитке 100 000 теңгені салды деп айтайық. Бұл 100 000 теңге банктың міндеттемесі болып табылады. Өйткені банк кейін депозит мерзімі аяқталған кезде бұл ақшаны иесіне қайтарып беруге міндетті. Және де осы депозитке жинақталған ақшаны банк актив ретінде көрсетеді. Себебі бұл ақша арқылы банк үшін табыс көзі болып табылады. Егер де міндетті резерв нормасы 10% болған жағдайда, депозитке салынған ақшаның 10%-ын банк резерв ретінде ұстауға міндетті. Сонда резерв көлемі 10 000 теңге болады. Ал депозиттегі ақшаның 90%-ын, 90 000 теңгесін коммерциялық банк несие ретінде заңды немесе жеке тұлғаларға несиеге беру арқылы табыс көзі ретінде көре алады. Демек, банк міндеттемелері мен банк активтері өзара тең болады. Егер де орталық банк міндетті резерв нормасын өсірген жағдайда, міндетті резерв нормасы 30%-ға тең болған жағдайда, коммерциялық банк депозитке салынған 100 000 теңгенің 30%-ын, демек 30 000 теңгесін резерв ретінде ұстауға міндетті, ал қалған 70%-ын, 70 000 теңгесін несие ретінде ұсына алады. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, орталық банк міндетті резерв нормасын 10%-дан 30%-ға дейін өсіру арқылы коммерциялық банктердің несие ретінде ұсынатын ақша көлемін азайтып отыр. Егер де бастапқыда несиеге 90 000 берілген болса, енді несие ретінде 70 000 теңге ғана ұсына алады. Осылайша міндетті резерв нормасын өзгерту арқылы орталық банк несие көлеміне және сәйкесінше айналымдағы ақша көлеміне әсер ете алады.